Бұл видеода біз 108-ші есепті шығарамыз. Ол үшін біз smp.ru сайтына архив задачаға басамыз. Осыдан кейін задачи для начинающих басамыз. И осы жақтан біз 108-ші есепті табамыз. Осы есепке келетін болсақ, бізде не глухой телефон дейді. Мысалы, мынау мәтінді оқитын болсақ, бұл мәтінде өте қиындатылып сөздермен, формуламен жазылған, бірақ бізге керегі input пен outputта не жазылғаны. Яғни inputта бізде не жазылып тұр? Бізде 1-ден 100-ге шейінгі натуралы сандар жазылған. Және де outputта бізде қандай болу керек дейді? Тура сол точный inputта жазылған сан шығу керек дейді. Мысалда бізде 5 жазылған, inputта, outputта 5 шығарылған. Енді осыны питонда жазып көрейік. Ол өте оңай. Мысалға біз a дейміз, тең input, яғни a-ға қандай сан береміз, бізде қандай сан шығарып беру керек? a-да жазылған, яғни a-ді жасатын боламыз. Және де осыны жіберіп көретін болсақ, мысалы 40 деген сан болса 40 деп шығарып берді. Немесе мысалы минус 110 бүтін ондай болатын болса, тура сол санды шығарып берді. Яғни бұл дұрыс. Енді тексеріп көрейік. Есеп мәтін қиын болғанымен, бірақ біздегі берілген шарттар өте оңай. Сол үшін бұл осы input пен outputқа назар аударамыз. Бізде accepted болады, және де бұл есеп дұрыс.